Сәлем достар, менің есімім Қайрыбек. Біз қазір ұбт-ның тапсырмаларын жалғастырамыз. Фотосинтез барысында су мен көмірқышқыл газынан қарапайым қант пен оттек бөлінеді. Реакция жасайық. Көміртек диоксиді, су, глюкоза, оттек. Реакцияны теңестіретін болсақ, көміртек диоксид бізде 6, оттек 6, 12, сутек 6, оттектің саны 12, 18, 12, 18 теңесті. 112 литр көмірқышқыл газынан қанша литр оттегі пайда болады? 112 литр көміртек диоксидінен. Яғни оның қалыпты жағдайдағы көлемі 1 моль, 22,4 литр на моль. 1 мольда 22,4 литр. Сондықтан оның зат мөлшері, көміртек диоксидінің зат мөлшері бізде оттектің зат мөлшерімен бірдей, коэффициенттерде сәйкес. Сондықтан тең 22,4 В тең 112 литр. Келесі тапсырма. Нөмірі 13-ші химиялық элементтің электрондарының орналасу ретін анықтаймыз. Нөмірі 13-ші элемент бұл бізде алюминий. Онда реттік нөмірі 13, протон саны 13, электрон саны да 13, конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Қабаттың әр қабатта электрондың санын анықтайтын болсақ, 2, 8, 3. Нұсқа D болады. Келесі тапсырма. Инертті газдар. Инертті газдар бұл гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Мұндағы нұсқалар гелий, неон және аргон. Келесі тапсырма. 24. Бейметалдардың тотықтырғыш қасиеттері қай бағытта артады? Тотығу дәрежесінің артуына байланысты, топшаларды жоғардан төменге қарай, периодтан солдан оңға қарай, яғни қазір біз кестені былай елестететін болсақ, бейметалдардың тотықтырғыш қасиеті, яғни электронды алу. Электронды алу қасиеті неге байланысты? Ол біріншіден электртерістілік әрине. Электртерістілік мысалға солдан оңға қарай артады. Және төменнен жоғары қарай артады. Ең жоғарғы электртерістілік ол фтор атомында, 4-ке тең. Ары қарай ең кішісі мысалға Францияда. Сондықтан осы электртерістілік неғұрлым жоғары болғандықтан электрон тарту күші бұл жерде тотықтырғыш қасиетте жоғары, яғни электрондарды алу қабілеті. Сондықтан бізде периодта солдан оңға қарай дейді, солдан оңға қарай дұрыс, және топта төменнен жоғары қарай. Нұсқалары С және G. Оқушылар, біз 22-ші тапсырманы ұмытып кетіппіз. 22. Сахароза гидролизі нәтижесінде түзілетін заттар. Сахарозының формуласын жазайық. С12H22O11. Гидролиз, сумен гидролиз дейміз, қышқылдың қатысында. Сахароз бізде дисахарид болып табылады. Бөлінген кезде глюкоза және фруктоза пайда болады. Екеуінің формуласы жалпы бірдей молекулалық формуласы. С12O6 плюс С6H12O6. Алайда бірінші қосылыс глюкоза болып табылады. Оның формуласын жазатын болсақ, егерде былай 4, 5, 6. Тізбекті формуласын жазатын болсақ, глюкоза бізде альдоспирт болып табылады. Яғни мына жақтарында OH топтары бар. Және сутектер, Ал фруктоза бізде кетоспирт. Яғни дәл сондай 6 көміртек. Бірақ кетон формуласы бар мұнда. OH, қалғандары OH пен аяқталады. Және сутектер бар,
Сонда құрылымдық формуласы әртүрлі, бір-біріне изомер болып табылады. Классаралық изомер, глюкоза және фруктоза осы сахарозаның гидролизі нәтижесінде пайда болатын заттар екен. Келесі біздің тапсырмаларымыз басқа видеоларда жалғасады.